Құрметті де қадірменді менің көрермендерім, бүгін бисмиллах деп мына дәмді аймаш тағамын жасайтын боламын. Алдымен көбіктеп туралған пияз бен шегілген етті, майдаланған етті қуырамыз жақсылап. Сосын жақсылап қуырып болған соң томаттық қызанақты томат саламыз. Ол томатты салып болған соң үлкен қазанға тұздалған суды дайындап қойдым. Қадірменді көрермендер, менің каналыма тіркеліп, колокольчик басып қойыңыздар. Аймаш тағамын подливкасын дайындап жатырмын қазіргі уақытта. Осылай шегілген майдаланған етті әбден қуырамыз. Сосын сәбізді ірілеп турап, кішкене қуырып, сосын картоп, болгар бұрышын араластырып бәрін су құямыз. Суды бір кесе немесе бір жарым кесе құясыз, өздеріңіз қалауыңыз бойынша. Сосын дәмдеуіш саламыз. Әрі қарай қамыр илеп бастадым. Бір зуала орташа қамырға бір пиала су құйып, кішкене май тамызамды, пісте майын. И осы бірінші сортта ұнымнан қамыр дайындап алдым. Пакетке 4-5 минут қойып пакетке салып қоясыздар. Әрі қарай подливкамды қарайын, ол майдалап қайнап жатады. Укроп себем. Әрі қарай қамырым дайын. Жайып бастаймын. Қамыр жайған кезде міндетті түрде бір қалыпты қатты шетін баспай, орташа қылып әдемі қылып жаюға тырысайық. Негізінен мен қамыр жаюды аса қатты білмейтінмін, қазіргі таңда жақсы үйреніп алдым. Менің қадірменді көрермендер маған тіркеліп, YouTube каналымды қолдап, лайк басып, комментарий жазып қалдырсаңыздар өте қуанышты боламын. Алла разы болсын баршаңызға. Ары қарай қамырымды жайып, қатты жұқа етпей, орташа қылып жаямын. Себебі аймашқа аса қатты жұп-жұқа қамыр керегі жоқ. Міне суым қайнады. Тұзды салынған, тұздалған сусынға бисмиллах деп салып бастадым қамырымды. Осылай әр қамырды салып болғаннан соң араларын қозғап, осылай тұрамын. Арасын қозғап тұрып, қатты отқа қайнап тұрған суға 10 минуттай қамырымызды пісіріп аламыз. Міне дайын болған қамырды арасына подливкасын майын құйып, қамырды араластырып жабысқаны үшін бір-біріне үнемі осылай қозғап, қамырдың араларына май жағылу үшін подливкамды құйып аламын. Шегілген етпен жаңағы көкөністер дайындалған подливкамды құйып жатырмын. Сосын достар, бұл өте жеңіл тағам, жаңағы тез әзір болатын. Міне қараңыздар, үнемі қамырды сағынып отырған жағдайда осылай қамырмен міндетті түрде бешбармаққа ет болмай қалған кезде осылай аймаш тағамын жасаймыз. Бізге ас болсын достар, тіркеліп лайк басып қолдап кетіңіздер. Сушеный укропты сеуіп дәм береді. Сондай керемет дәмді береді укроп. Тіркеліп лайк басып комментарий жазғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар, бізге ас болсын.